Анар көп жылдық жеміс ағашы. Жерорта теңізі, Орта Азия, Кавказ, Қырым аймақтарында өсетін ежелгі жеміс. Жеміс ағашының бойы 5-6 метрге дейін жетеді. 80 жылға дейін, кейде одан да көп өмір сүреді. 3-4 жастан кейін жеміс бере бастайды. Жемісін жерге түсірмей тұрып жинап алады. Сәуір айында гүлдеп, күзде жемісін береді. Анардың жемісі қасиетті әрі пайдалы жеміс. Егер анарды үнемі пайдаланатын болсаңыз, онда сіздің жүрегіңіз тоқтамай жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ кәріліктің алдын аласыз. Анар жемісі өте пайдалы, дәрумендер мен минералдарға бай. Ол ағзаңыздың дұрыс істеуіне ықпал етеді. Қиыр шығыс халық адам баласы күніне 1 шиша анар шырынын ішсе, еш уақытта обыр ауруына шалдықпайды деген наным ұстанымдар бар. Уақыт өте келе анардың зиянды ісікке де төтеп беретін күші бар екені ғалымдар дәлелдеген. Анар жидегінің құрамында А, В, С, Е дәрумендері мен калий, йод, темір, кремний, кальций сияқты минералды заттар бар. Анар шырыны асқазан, бүйрек, бауыр, өт, диабет, анемия, қан тамыры ауруларына асқынған кезде көмекке келеді. Сондай-ақ анар шырыны химиялық терапия мен радиациялық сәулелер қабылдағаннан кейін де ішкен жөн. Себебі анар шырынын емнен кейін ағзадағы қалып қойған зиянды қалдықтардың көзін жояды. Диетолог мамандар күніне 3 рет анар шырыны 1 ас қасық бал қосып ішуге кеңес береді. Бұл ем атеросклероз, анемия, жүрек ауруларын алдын алып, иммунитетті күшейтеді. Алайда ағзаңыздағы қышқыл мөлшері шамадан көп жандарға анар шырынын пайдалануға мүлдем болмайды. Анар құрамында С дәрумені ағзаны сыртқы орта әсерінен қорғайды. Ауыз қуысы, тері, тамақ, тіс инфекцияларының ауруларын алдын алады. Салқын күндері тұмау мен суық тиюді сақтайды. Анар адам ағзасындағы кез келген дерттен айығуға жол ашады. Қан құрамындағы гемоглобинді мөлшерін арттырып, иммунитетті күшейтеді. Анардың сыртқы қабығын қайнатып ішсеңіз, ағзаңыздағы құрттардың көзін жояды. Піскен анар қабығын құрамында құрттарға қарсы пектилин, изопектилин сынды алкалоидтар бар. Ағзадағы құрттардың көзін жою үшін 40-50 грамм анар қабығын 400 грамм суға қайнатып, ішке қабылдау арқылы пайдаланамыз. Іш өтуді тоқтатады. Анар жемісі мен қабығын іш өтуге тоқ ішектің қабынуына қарсы қолданады. Ағзадағы қабынуды емдейді. Жеміс қабығының адам ағзасындағы бүйрек, бауыр, көз, құлақ, буын қабынуларының қарсы емдік мақсатта пайдаланады. Ол үшін 2 ас қасық анар қабығын 1 стақан ыстық суға салып, 30 минут қайнатып, дайын болған тұнбаны күніне 50 граммнан 2-3 рет ішу керек. Сонымен қатар анар қан қысымын төмендетеді. Анар дәндері қан қысымын дертіне шалдыққан науқастардың артериалды қысымдарын түсіруге көмектеседі. Кептірілген жеміс жарғағы шайға қосып ішсеңіз, жүйке жүйесін қалпына келтіріп, түнгі ұйқыңыз жақсарады. Гормон белсенділігін арттырады. Анар жемісі дәнінің құрамында май бар. Ол ағзадағы гормондардың балансын қалпына келтіреді. Сол себепті жеміс дәндерінің деген пайдасы өте көп. Ауыз қуысын тазалайды. Жеміс қабығының жасалған су тұнбасы мен шырыны ангина мен фарингит ауруларын емдеу кезіндегі тамақты шаю арқылы пайдаланады. Сіздерге пайдалы ақпаратпен бөлістім деген ойдамын. Анардың пайдасы өте көп. Біз үшін маңызды әрі көптеген ақпараттарды жинауға шабыт беретін арнамызға тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіз. Ауырмаңыздар, ем болсын.